Сәлеметсіздер ме? Белсіздік және эректильді бұзылыстар әдетте кішігірім өзгерістерден, жалпы әлсіздік, жыныстық мүшенің босаңқылығы, жыныстық қатынаста эрекцияның әлсіреуі кейде оргазм кезінде жағымсыз сезімдердің пайда болуынан, уақытынан бұрын ұрықтың бойдан шығуынан болуы мүмкін. Эректильді бұзылыстардың пайда болу себептері әртүрлі. Оның ішінде бірнеше өзгерістердің үйлесімділігі қатар кездеседі. Бастапқыда маңызды болмағанымен оның салдары жыныстық қатынастағы өзгерістерге алып келеді. Жиі кездесетін себептерге кіші жамбас аймағындағы қан айналымының бұзылуы және қалдық заттардың қалып қоюы, бұл аз қозғалмалы өмір салтынан және дұрыс тамақтанбаудан туындайды. Тағы да андрогенді тапшылық немесе тестикуладан тестостеронның бөлінуінің бұзылуы әдетте ағзаның егде тарту нәтижесінде пайда болады. Сонымен қатар жыныстық құштарлыққа әсер ететін нейрондардың төмендеуі де эрекцияға әсер етуі мүмкін. Әрине, простатит және простатит аденомасы да репродуктивті жүйенің жағдайына, жыныс мүшесінің қызметіне кері әсерін тигізеді. Кішігірім жыныстық өзгерістер пайда болса, тез арада мамандарға жүгіну керектігін түсіну керек. Репродуктивті жүйедегі бір мәселеден уақыт өтуімен жаңа дерт туындап дамиды, және ол асқынып кеткен кезде тіпті емделмейтіндей жағдайға жеткізуі мүмкін. Мен көп жылдық тәжірибесі бар дәрігер ретінде эректильді бұзылыстармен, белсіздік және қуық асты безінің дерттерімен күресу үшін репродуктивті жүйенің барлығын кешенді сауықтырушы әсер беретін өнімді ұсынамын. Бұл табиғи Лавистраль Форте өнімі. Ең алдымен репродуктивті жүйенің функциясын қайта қалпына келтіруге, жыныстық қатынастың сапасын арттыру және қуық асты безінің дерттерімен күресуге бағытталған. Лавистраль Фортенің табиғи құрауыштардан тұратын бірегей құрамы жыныстық құштарлыққа әсер ететін нейрондардың өтімділігінің қажетті деңгейімен қамтамасыз етеді. Тестикуладан гормон тестостеронның өңделуін жақсартады, атеросклеротикалық түзілістерді шығарады және кіші жамбас аймағында қан тамырларды кеңейтеді. Осының арқасында қозған кезде жыныс мүшесіне тез қан толады және эрекция күшейеді. Сонымен бірге Лавистраль Форте қуық асты безінің жасушаларының жаңаруына әсер етіп, қабынуды басады. Басқаша айтқанда, Лавистраль Форте репродуктивті жүйенің барлық бөліктеріне және жыныстық функцияға жауапты мәселелі аймақтарға қайта қалпына келтіруші әсерін беріп, тек тұрақты эрекциямен ғана қамтамасыз етіп қоймай, өмір сүру сапасын арттырады. Бұл өнім ұдайы қабылдауды және әрбір жыныстық қатынастың алдынан ішуді қажет етпейді. Курстан өткеннен соң ұзақ мерзімдік әсері сақталып, табиғи қызмет өз орнына келеді.